Казталов ауданы, Батыс Қазақстан облысының оңтүстік-батысында орналасқан. 47 елді мекені мен 16 ауылдық округі бар қасиетті өлке. 1801 жылдан бастап ішкі орда құрамында болып, 1866 жылы Талов қисымы атанды. Кейін 1928 жылы аудан болып, іргесі қаланған Казталов ауданымыз оңтүстігінде Бөкей ордасы, оңтүстік-батысында Жәнібек, солтүстігінде Тасқала, шығысында Ақжайық, солтүстік-шығысында Жаңақала аудандарымен және солтүстігінде Ресейдің Саратов облысы, Алғай ауданымен шектеседі. Тарихи, географиялық тұрғыдан қос өзен бойында орналасқан бұл өңір талай тағдырлар мен шежірелердің куәсі. Сіздерді Казталов ауданының жеті кереметімен таныстырсақ, қызғалдақ лала гүлдер тұқымдасына жататын көп жылдық шөптесін пиязшықты өсімдіктер Қазақстанның далалық аймақтарында жиі кездеседі. 32 түрі бар. Казталов ауданына қарасты Қайыңды ауылынан 10 шақырым жерде орналасқан қызғалдақ алқабы көктем шыға алуан түсті кілем жамылады. Соның ішінде Қайыңды даласында қызғалдақтың 10-ға жуық түрі өседі. Олар ақ түсті морело, сары түсті ибис, қызыл түсті альберт, күлгін түсті баттерфлекс, ал қызыл бренстром, ақ теңбілді Элиза патшайым қызғалдағы. Еділбай соры Батыс Қазақстан облысы бойынша киелі мекен атанған. Еділбай соры Казталов ауданының Жаңажол, Казталов ауылдық округтерінің аумағында орналасқан. Еділбай соры осы өңірді жайлаған кіші жүздің Атабай ұлынан, Байбақты тайпасынан тараған Еділбай руына байланысты қойылған атау. Аумағы 553 алып жатқан сордың минералды, сулы қабаты бар. Балшығы мен суы емдік қасиетке ие. Еділбай сорын буын ауруларын емдеуге пайдаланады. Еділбай соры балшығының құрамын балшықпен емдейтін Құсыр аумағындағы ең шипалы өңірлерінің бірі. Кисловодск курортына апарып сынама алған кезде оның емдік қасиеті жоғары екендігі жөнінде мәліметтер бар. Аққу құстардың ең әдемісі көлдің сәні. Қаз тәрізділер үйректер тұқымдасының жеке туысына жататын өте сымбатты құс. Ел аузында аңызға айналған талғампаз, тәкаппар сұлу құс. Халық оны құс падишасы дейді. Қазақ халқы аққуды қасиетті құс деп, оған тимей, қайта оның маңына көбірек жүруін ұнатады. Аққудың сұңқылдап ұшқаны, айдың көлде кербездене жүзгені, кіршіксіз денесімен маң басқан сазды қимылы бәрі сұлу көрінеді. Жалпақтал қалашығы Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданы. Қарасу ауылының оңтүстік-шығыс бағытында ондаған күн жерде табылған болатын. 2009-2010 жылдары Марксеннің жетекшілігімен жүргізілген археологиялық барлау жұмыстары нәтижесінде Казталов ауданының Қарасу ауылына жақын жерден орта ғасыр кезеңіне жататын тағы бір елді мекеннің орны табылып, оған Жалпақтал қалашығы деген атау берілді. Қазіргі уақытта қалашықтың кестелі картасы құрастырылып, қазба жұмыстары жүргізілуде. Барлық археологиялық, этнографиялық материалдар және табылған бұйымдар ғылыми айналымға енгізілді. 3 нысанның орны ашылды. Көпес Овчинниковтың тұрғын үйі 1904 жылы күйдірілген қызыл кірпіштен архитектуралық үлгіде салынған сәулеттік тарихи маңызы бар ғимарат. Ғимаратты 1904-1928 жылдары Көпес Овчинников жанұясымен паналаған. Овчинников 1817 жылы алғашқы болып Сламихин хуторын Жалпақтал ауылы мекендеген Сламихиннің күйеу баласы. 1837 жылы Емғарцевадан қоныс аударған казак, орыс байы ғимаратты тастап, басқа аймаққа қоныс аударғаннан кейін 1928-1974 жылдары әуел бастауыш. Кейін 7 жылдық Бертінкелі Фурманов орта мектебінің ғимараты болды. Ел аузына қызыл мектеп атанған білім ордасы. Ақбөкен көптен Қазақстан табиғатының белгісі болып табылады. Шөлге төзімді, әрі жүйрік, ақылды жануар. Оны киік деп те атайды. Ақбөкендер үйір болып топтасып тіршілік етеді. Бұл жауларынан сақтануға көмектеседі. Олар жайылып жүргенде біреу жан жағын бақылап, сақтық күзетінде тұрады. Қауіпті дер кезінде сезген ол қашады да, қалғандарын үркітеді. Онда 12 жыл өмір сүреді. Қорегі өсімдіктер. Көз айларында көк шөптің қоры мол болса да, жусанмен қоректенеді. Қазақстанда шағаланың 9 түрі мекен етсе, біздің өңірде көл шағаласы мен өгіз бас шағала көптеп кездеседі. Нұрсай ауылынан 10 шақырым қашықтықта орналасқан шағалалар аралы атанған шағын сорды аралды мекендеген. Үлкен топ құрап, су жағасында ұя салатын және қорегін сол жерден табатын шағала күні бойы дауыс шығарып, шаңқылдаудан тайынбайды. Қызығы, орал дауыстау арқылы өз тобына белгі береді екен. Шағалаларды табиғаттың тазалықшы дәрігері деуге болады. Олар ауру, өлген балықтарды жеп, су қоймаларын тазалап пайда келтірсе, кейде зиянды кемірушілер мен жәндіктерді қорек қылып, табиғатқа санитарлық қызмет атқарады. Қорыта айтқанда, Казталов ауданы табиғаты көркем, тарихы терең, мәдениеті бай өлке. Оның әрбір кереметі туған жердің байлығы мен ерекшелігін айқындайтын асыл қазына. Қызғалдақтың көркі, Еділбай сорының шипасы, аққудың сұлулығы, Жалпақтал қалашығының тарихы, Овчинников үйінің сәулеті, Ақбөкеннің табиғи болмысы және Шағала аралының тіршілігі бәрі бірігіп, Казталовтың шынайы келбетін көрсетеді. Бұл жеті керемет тек табиғи немесе тарихи нысандар ғана емес, олар болашақ ұрпаққа аманат, туған жерге деген мақтаныштың белгісі. Осындай құндылықтарды сақтап, танып, білу әрбір азаматтың міндеті. Казталов бұл тек аудан емес, бұл тарих.
табиғат және рухани байлық тоғысқан қасиетті мекен.